Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Ауыл Ньюс айдары және мен Айсана Қахарман. Өткен аптаның жаңалықтарына шолу жасап өтсек. Атырауда мемлекет басшысының қатысуымен ұлттық құрылтайдың 3-ші отырысы өтті. Пікірталас алаңдарында елдің әлеуметтік-экономикалық даму мәселелері көтерілді. Оларды шешу жолдары ұсынылды. Ұлттық құрылтайға Ауыл партиясының төрағасы Серік Егізбаев қатысты. Астанада Агритек Фармтек Астана 2024 атты халықаралық мамандандырылған көрме өтті. Ауыл шаруашылығына қажетті барша техникамен жабдық, құрал-саймандардың әлемдегі ең озық түрлері қойылған көрме Ауыл партиясының назарынан да тыс қалған жоқ. Халықаралық көрмеде өңірлік филиал төрағасы жетекшілік ететін майлы дақылдар тәжірибелік шаруашылығы өз өнімдерін ұсынды. Ауыл нақыштары фотобайқауы өз мәресіне жетті. Байқауға 6 ай ішінде 500-ге тарта фотосуреттер келіп түскен. Техникалық және тақырыптық талаптарға сай келетін 140 туынды іріктеу кезеңіне өтті. Бүгінде жеңімпаздар анықталды. Фотобайқауға келіп түскен суреттер көрмесі және жеңімпаздарды марапаттау рәсімі 19 наурыз күні түстен кейін Хан Шатырда өтетін болады. Қарағанды облысы Осакаровка кентінде Ауыл партиясының ұйымдастыруымен егістікті майлы, дәнді бұршақты және жемшөп дақылдармен әртараптандыру тақырыбында семинар өтті. Айта кетерлігі, Ақмола облысы Ақкөл ауданынан бастау алған бұл шара еліміздің өзге өңірлерінде қолдау табуда. Ауыл партиясының жастар қанатымен плюс бір қоғамдық қоры бірлесіп, компьютерге екінші өмір сыйла атты акция ұйымдастырды. Аталған акция аясында Ақкөл ауданы ауылдарының көп балалы және мұқтаж отбасыларынан шыққан 15 оқушыға ноутбуктер сыйға тартылды. Еліміздің батыс өңірлерінде сақталған ежелгі дәстүрлердің бірі көрісу биылғы жылдан бастап жыл басы ретінде Наурызнама тұжырымдамасына енгізілді. Маңғыстау облысында көрісу амалы Батыс Қаратаудың ең биік шыңы Отпан тауының етегіндегі тарихи өлкетану кешенінде тойланды. Батыс Қазақстан облысында айтулы күнге орай мерекелік іс-шара ұйымдастырылса, Ақтөбе облысында партия мүшелері мекемелерді аралап, ал Атырау облысында ақсақалдармен көрісу амалын жасады. Түркістан облысының Ошақты ауылында көше бойына көпжылдық қылқан жапырақты ағаштар егіліп, арық атыздарды тазалау жұмыстары жүргізілді. Жетісу өңірлік партия филиалының бастамасымен Талдықорғанда жаңа көшбасшылар мектебі атты тренинг ұйымдастырылып, мал шаруашылығын дамыту, Қазақстандағы ветеринария мен зоотехника мәселелері көтерілді. Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданында партия филиалы бастамасымен спорт ардагері Дәулет Шардаукенұлын еске алу құрметіне волейболдан облыстық турнир өткізілді. Осы да өзге де жаңалықтарды біздің әлеуметтік желілерден таба аласыздар. Ауыл аман, ел еңселі болсын. Келесі аптада жүздескенше.